Мен өлімге әкелетін көк сақиналы сегізаяқтар тиелген жүк көлігімді әдейі апатқа ұшыраттым. Ауыл тұрғындарының олжаны бөліп алу үшін жиналғанын көргенде кек алу жоспарымның іске асқанын түсіндім. Осыдан 10 жыл бұрын әкем жүк көлігін айдап келе жатқан еді. Көліктің дөңгелектеріне шеге кіріп, апаттан әкем көз жұмды. Содан соң ауыл тұрғындары көліктегі барлық қозыларды ұрлап кетті. Бұл кездейсоқ апат емес еді. Ауыл тұрғындары көлікті аударып, жүкті тонау үшін шегелерді әдейі шашып тастаған. Анам оларды сотқа бермек болды, бірақ ауылдықтар бәрін жоққа шығарды. Полиция ештеңе істей алмады, іс жабылып қалды. Содан бері 10 жыл өтті. Енді мен жүк көлігін жүргізіп, баяғы ауылдың қасынан өтіп бара жаттым. Бұл жолы менің жүгім жай сегізаяқтар сияқты көрінгенімен, олар іс жүзінде өте улы, көк сақиналы сегізаяқтар болатын. Мен ауылдан бірнеше шақырым жерге көлікті әдейі тоқтаттым. Бір қарт адам қуанып қасыма келді. «Ей балам, мынаны қайда апара жатырсың?» Мен: «Астанадағы қымбат мейрамханаларға сашими жасау үшін апара жатырмын» дедім. Қарт жымиды. Мен оны бірден таныдым. 10 жыл бұрын әкемнің денесін алып кетуге келгенде оны көрген едім. Әкемді алдап, ауылға қарай бұрған дәл осы адам болатын. Ол көліктегі сегізаяқтарға қарап, одан сайын қуанды. «Алдыдағы жол жабық. Мен саған ауыл ішімен өтетін төте жолды көрсетейін. Мен сол ауылда тұрамын. Мені ала кетші» деді. Тағы бір құрбан өз аяғымен тұзаққа түсті. Ол бұл айланы 20 жыл бойы жасап келген еді. Оның кесірінен талай жүргізуші барынан айырылды. Бірақ ол менің дайын екенімді білмеді. Келер алдында мен басқа құрбандардың отбасыларымен сөйлесіп, соңымнан ішімдік тиелген тағы бір жүк көлігін жіберуді ұйымдастырдым. Қарт көлікке отырды да сыбайластарына дайындалу үшін жасырым хабарлама жіберді. «Балам, бұл қандай сегізаяқтар? Мынадай көк сақиналы түрін көрмеппін. Бұл шетелдік жоғары сапалы сегізаяқтар. Тек байлар жейді. Кәдімгі адамдардың оған ақшасы жетпейді. Дәмі керемет болуы керек» дедім мен. Қарт ұрланған тауарды қалай сататынын ойлап, толқынысын жасыра алмады. Ол көліктегі «Абайлаңыз, қауіпті зат, жеуге болмайды» деген жазылды байқамай қалды. Көлік ауылға кіргенде қарт кенет ішін ұстап: «Ішім ауырып барады. Мені түсіріп кетші, жаяу қайтамын» деп қиналғансыды. Ол ауылда тұзақ дайындап қойған еді. Енді көлік аударылғанда өзі жарақат алып қалмау үшін қашқысы келді. Бірақ мен оны жібермедім. «Қазір ауылдың ортасына жетеміз. Сол жерден түсірем» деп жылдамдықты арттырдым. Қарт сасып қалды. «Тоқтат көлікті. Иімнен өтіп кеттім». Ол балған алып терезені ұра бастады. Бірақ терезе сынбады. «Бұл оқ өтпейтін арнайы шыны. Босқа әуре болма» дедім мен. «Өтінемін. Мені түсірші. Менің жасым 89-да. Өлгім келмейді». «Неге тоқтауым керек? Қайта қуаныңыз. Алдағы жолды сіздің адамдар бұзып қойған. Қазір аударылғанда екеуміз де өлеміз» дедім мен. Кенет көлік ауыл тұрғындары егген топыраққа соғылып, дөңгелектері дайындалған шегелерге түсті. Көлік басқарудан шығып, дүкенге барып соғылды. Барлық ішкі мүшелерім аузыма тығылғандай болды. Бақытыма орай үстіме қорғаныс кеудешесін киіп алған едім. Қарт болса терезеге соғылып қан жоса болды. Ол сыбайластарына жазған хабарламаларды өшірмек болды, бірақ бас айналып үлгере алмады. Мен оның телефонын тартып алдым. «Бұл айғақты жоя алмайсың». Сол сәтте асығыс басқан қадамдардың дыбысы естілді. Ауыл тұрғындары себеттерін асынып, жерде жөңгіліп жүрген улы сегізаяқтарды таласа тармаса жинай бастады.